Ұлы жеңістің мерейлі 75-ші көктемі қандай шуақты десеңізші. Жыл сайын көктеммен келетін осынау мереке әрбіріміз үшін сондай маңызды, сондай сағынышты ғой қашанда. Майдан кешіп, жырақта жүріп, өлімнің өткір жүзінде етігімен су кешкен соғыс ардагерлері аманат етіп тапсырған құдіретті һәм мәртебелі ұлы жеңістің туы ешқашан еңкеймек емес. Еңбек және соғыс ардагері, гвардия подполковнигі Жалғасбай Әлжан Көшенұлы 1920 жылдың 5 мамырында Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Ағарғы ауылында дүниеге келген. Әскерге 1940 жылы тура 20 жасында шақырылады. Соғыстан кейін Абай атындағы педагогикалық институттың тарих факультетін және Алматы партия мектебін бітірген. Біраз жыл түрлі қызметтерде болды. 1938-41 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы Свердлов ауданы тегістік мектебінде, 1941-42 жылдары Жамбыл облысы Микоян мектебінде мұғалім болды. 1946-47 жылдары облыстық мәдениет бөлімінің басшысы, 1947-49 жылдары Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің Алматы партия мектебінде тыңдаушы, 1949-51 жылдары Қазақстан саяси және ғылыми білімін тарату қоғамының Қызылорда облыстық бөлімінің жауапты хатшысы қызметтерінде болды. 1952-69 жылдары жұмысшы жастар мектебінің мұғалімі, кейін директоры қызметтерін атқарды. 1969-92 жылдар аралығында Қызылорда қаласы Таскөгет кентіндегі нөмірі 11 қазақ мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болды. Әлжан Жалғасбаевтың жорық жолы Мәскеу қаласындағы Подольск артиллерия училищесінен басталған. Оқуын өте жақсы деген бағамен бітіріп, училище бастығының 32 алғысын алады. Лейтенант шені де училище қабырғасында беріледі. Әлжан Жалғасбаев оқу орны табалдырығынан бірден майданға аттанып кетеді. 1941 жылы Мәскеудің Можайск маңындағы ұрыста курсант формасымен зеңбірек расчетының командирі болған Әлжан ерлігі үшін медалімен оралады. Бұл оның бірінші жауынгерлік наградасы болған. Қанды шайқаста жауынгер Батыс майдан, Брянск, Балтық бойы майданы, 3-ші Беларусь майданында жорыққа шыққан. Бұл соғыста 50-ден аса қалалар, станциялар мен елді мекендерді жау қолынан азат ету жорығына қатысқан. Оның ішінде Мәскеу маңындағы Можайск, Клин қоныстары мен Илин станциялары, Орел, Брянск, Витебск, Прыж, Каукыман, Вилау, Аллебург, Лецен, Шауляй қалаларынан басталып, Будапешт, Вена, Данциг және Шығыс Пруссиядағы Кенигсберг болып жалғаса берген. 19 жасында взвод, кейін батарея командирі болған. Суворов-Кутузов орденді нөмірі 44-ші Қызыл тулы Полоцк мотоатқыштар полкінде батарея басқарған. Әлжан Жалғасбаев жаудың 23 танкісін, 16 жүк таситын соғыс құралын және ұзын саны 1 батальон жауынгерін жойып жіберген. Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін сөз соғыс және еңбек ардагері, бірнеше орден медальдардың, 7 сталиндік алғыстың иесі, гвардия подполковнигі Әлжан Жалғасбаев туралы болмақ. Бүгін бізде қонақта соғыс ардагері Әлжан Жалғасбаевтың ұлы Ғалымжан Әлжанұлы Жалғасбаев. Қош келдіңіз, аға. Қош келдіңіз. Аға, енді Әлжан Жалғасбаевтың жауынгерлік жолы қалай басталды? 1940 жылы әскерге шақырылса, небәрі 20 жасында соғысқа араласқан екен ғой? Иә, соғысқа баратын алдында Жамбыл бір ауылында мектепте тарихтан сабақ беріп сөйтіп жүреді деді. Оқуды бітіріп, сол тарихтан сабақ беріп тұрған. Енді соғыс басталғасын өзі патриоттық несін жасап, военкоматқа заявление беріп, сөйтіп өз еркімен беріп, сөйтіп енді образование болғасын артиллерийское училищеге жіберді. Подольское артиллерийское училище жіберді. Содан кейін енді он бітірісімен передовойға жіберіп еді ғой. Сонда передовойға келіп, артиллерийский полкқа ма, дивизион ба, сояққа барғасын направлениемен. Сонда командирлермен танысып, білісіп дегенде, сосын передовойдың қандай
қандай қаяқта қандай орудие бар соның бәрін біліп, и сосын бір солдатты берген мен папама, барып передовой қарап шық деп. Где-то 10-20 метр өткеннен кейін прямой попадание блиндажға снаряд түсіп, полностью командный расчетты қайтыс болып кетті. Сол енді осындай жағдай болып қалғасын, папамыз рациямен сөйлесіп, командирлермен передовойдағы. Солар айтты, принимай орудие на себя, командуй на себя деп, содан соғысты бірінші келгеннен сөйтіп соғысы бастап сөйтіп кеткен папамыз енді. Басты қандай ордендермен марапатталған? Ең бірінші орден отечественной первой степени папамыз алған как раз сол училище жүргенде, еще курсант ол кезде, при подготовке к Москве как раз, Подольский под Москвой, сол жақта курсантов все подняли по тревоге. Олар енді анау орудияны пушкалерді біліп не қылайын деп жатқанда, сонда да передовойға жіберіп, сонда курсант еще, сонда да уже командир расчетты болған. Сол кезде как раз 2-3 танкілер келатқанда, өзі қарады да, сосын мынау танкіді не алсам, ол артында келатқандар бұлай кете береді деген. Сосын ойлады да, шамалы подпущу, сосын осындай жерде мен мостқа кіріп атқанда, сонда мен атып көреймін да деді. Сол как раз мостқа келатқанда атып не алып еді, анау танкілер тұрып қалып, өйткені жан жақта болото, ұрыр алмайды. Сонымен жолды пітеп қойған. Сол үшін бірінші орден алған, будущий курсантов еще. Александр Невский. Ол енді уже при взятии высоты деген. Ол қай қала мен есімде жоқ. Но ол кезде еще тағы бір Бочки Шмариновского деген бір статья болған. Сол как раз сол ішінде болған. Енді высота очень такая сложная была, и сосын очень нужная дегенде. Все проглядывалось по краям, и немістер сол высотаны ұстап тұрған дейді. Соны алу үшін енді совет жасайды, сосын бір Шмаринков деген айтқан, мынау қанша бочкілер жатыр, солярка құйылған, бос бочкілер. Түбінде все равно қалады ғой шамалы. Давайте тесіп, 2-3 жерден жағып, жіберейік солдаттың алдынан. Мақұл деді, сонда бір взводты папам айтты, ребята, это смертный взвод будет. Только желающие я хочу туда пригласить. Потому что вы будете, как будто целый полк прорывается через окружение, вы будете такое создавать впечатление. Поэтому всю огневую мощь направить на вас. Так что, ребята, давайте сразу попрощаемся деп. Сөйтіп, әр солдаттың алдына бочканы қойды да, жағып, түнде ғана, и сосын еще 2 факелдер беріп. Такое, получается, впечатление, как будто целый полк прорывается, столько огней было. Сөйтіп, как отвлекающий маневр был. А сзади, артынан, легкие пушки взяли, 2 взвод тағы. Соларға высотаға арт жағына кетті, и прямым наводком бәрін уничтожили. Сосын сол немецкий орудияны алып, уже немістердің өзіне алып жүрген. Вот сол уже Александр Невский берген. Да. Он это вкратце только объясняет. А так көп нелер болды. Сосын тағы бір пионерский правдада жазылған тоже. Папам несі ғой еді. Березовый лапша деген. Тоже окрушение жүргенде сұрайды ғой. Ребят, что будем делать? У нас продуктов нету. Бір кісі сибирянин айтқан кезінде біз анау березовый қабығымен арасында бір пленка бар дейді. И сосын сок березовый. Соны біз пленканы алып, как лапша қылып кесіп, турап,
сөйтіп березовый сокқа қайнатады дедік. Қанша витаминдер бар. Сөйтіп істеген, и окружение шыққанда полной боеготовности, біздің папамыз несі полкысы болған. Окружение шыққанда все полной боеготовности, хоть час на передовой выходи. А қасындағы кісілер, олар зорға деген бәрі, еле живые все вышли. Ашықтан, я. Папамды тут же особисты алды да, қамат на разбирательство. Почему твой полк все живые, а почему вы не помогли с продуктами питания соседних? Сонымен трибунала шақырды папамды. Соңғы сөз бергенде ол айтты, я вырос в Казахстане, Казахстан большой страна. У нас не знают, что такое березовый, ель, хайын деген білмейтіні. Мне посоветовали вот так сделать. С их стороны командиры приходили к нам, я их угощал, показал. Еще они спросили, почему часовой стоит около березы. Мы не знаем, сколько здесь будем находиться в окружении, поэтому, чтобы все это подряд не рубили солдаты, вот мы поставили часовых, деп сөйтіп айтқан. Я, говорит, вас угощал, говорит. Я вам сказал, как это все делаю. Сказал, сделать. А почему вы не пришли, не накормили своих солдат? Сөйтіп айтқан. Содан кейін папамды шығарып, все нормально деді. Вот осындай история, тарихтар бар. Әлжан Жалғасбаев соғыстан нешінші жылы оралды және елге оралғаннан кейінгі өмірі қалай болды, қандай қызметтерде жұмыс жасады? Енді папам соғыстан 46-да келген, өйткені өзі педагог болғасын, сокращение войск болған, сосын народное хозяйство надо поднимать, и в первую очередь педагогов начали увольнять с армии и направлять в народное хозяйство. Сол армиядан келгесін, высшую партийную школу закончил, сосын кешкі мектепте сабақ берген директор болып, Лен мектебінде. Сөйтіп, көтеріліп, біраз жұмыс істеп жүрген директор болып. Сосын жасы келгесін, начальная военная подготовка деп, 11-ші мектепте, Тазбөгеттегі. Это 11-12 жылма, сөйтіп, соңғы жылда сояқта жұмыс істеген. Ғалымжан аға, Әлжан атаның ерлігі туралы, атқарған бейбіт өмірдегі қызметі туралы біраз мәлімет бердіңіз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Ұлы жеңісті жақындатқан ардагерлерімізге мың тағзым. Кешке қарай немістер 8-ші рет қайта шабуылға шықты. Тағы да айқас, жауған оқ, жарылған бомба. Оқ жетер жерде опат болған жау солдаттары, кенет батыс қанаттан қаптай ұмтылған жау әскерлері көрінді. Осы жақты қорғап тұрған пулемет үнсіз қалған. Не істеу керек? Батарея командирі жер бауырлап ышқына ұмтылды. Қанатынан айырылған қырандай, екі қолын бірде оқ жылып кеткен атқыштың кеудесі пулемет үстінде жатыр. Ойлануға уақыт жоқ. Әлжан жақын қалған жау әскерлерін дәл нысана қалды. Қайта сөйлеген пулеметтен қардай бораған оқ қаптаған қолды кейін шегіндірді. Сәлден кейін көмекке келген батарея жауынгері өз командирін танымай қалды. Жүзі күреңітіп кеткен. Жау оғы тиіп жамбастай құласа да пулемет ұстаған қолы жазылар емес. Қып-қызыл қан гимнастерканың сыртына шығып топыраққа сіңіп жатыр. Атысты тоқтатпа деуге ғана тілі келді. Бұл Әлжан Жалғасбаевтың 7-ші рет ауыр жаралануы еді. Құрметті көрермен, бүгін біз қарымды қаламгер, сыр журналистикасының ақсақалы Айжарық Сәдібекұлының шаңырағындамыз. Сәлеметсіз бе ата? Айжарық ата, енді Әлжан Көшенұлымен, соғыс ардагері Әлжан Көшенұлымен таныстықтарыңыз қалай басталды? Әлжан Жалғасбаев қой. Осыған көшіп келдік қой. Соны айтайын деп отырмын ғой. Сол мынарда бір үй бар, бір үйден кейін тағы бір үй бар, сол үйдің шеткі подъезінде Әлекең тұрады. Ол Әлекеңді мен көшіп келмей тұрғанда бұрыннан білем. Ол кісі анау Тасбөгеттен қатынап істеді, Қызылордаға. Сол кезде мына үй берілгенше бізде бір қанша жігіттер Тасбөгетте тұрды, пәтерде.
Сон ол кезде мына газет кеш шығады. Бәрін ұстайтын типография. Біресе бұзылып атады, біресе шашылып атады. Сөйтіп кейде таң атып келе тұрғанда шығамыз, сиыр өліп бара жатады сиырлар. Сол кезде шығамыз жұмыстан. Сон анда-санда Әлекең бізбен бірге жүріп Қызылордаға келеді. Сонда 11-ші мектеп болды. Сонда физрук. Сол кезде жасы, білмеймін енді, 50-ден кеткен жасы. Сол 60-қа қарап кеткен. Әлекеңнің жүрісіне жүре алмаймыз. Не автобус сирек қатынайды, автобустың жоқ көзі ғой. Соған тегенде Әлекең бізбен бірге жүреді. Әлекеңе ере алмай бүлкілдеп отырамыз қалаға жеткенше. Жарықтық сондай өте ширақ адам еді. Жалпы оғысы батыр адам. Ештеңеден қорықпайды. Сосын тіке сөйлейді. Орыстар айтады ғой, прямой деп. Соның өзі кіммен болса да тіке сөйлейді, ықпайды ешкімнен. Жалпы оғысы педагог адам. Соғыс басталмай тұрғанда педучилищені бітірген, сосын сабақ беріп жүрген ғой. Сол кезде соғыс қалып кеткен. Содан басын аяғы дейін болып, елге оралған ғой. Бұл кісіні неге жіберетін болыпты? Военный училище бар ғой. Енді жанып тұр ғой ол кезде, жас жігіт. Сол елді сағынып, ол кезде армия деген неше жыл Құдай-ау. 4 жыл ма сондай ғой, соғыстан бұрын. Сосын елді сағынады ғой енді, соны енді кейін көзі өкініп жүрді. Бұлай военрукпен айналысатынын білгенімде, неге училищеге кететін еді. Ол кісі училищені бітіреді, барса. Сосын бітіргеннен кейін міндетті түрде ол кісіні академияға жібереді, военный. Өйткені оған соған жаратылған адам болады. Батыр адам болған адам. Сонымен көрші болдық екеуміз. Мен інісіндей болып кеттім. Ол менің ағамдай болып кетті. Аналар ол кезде жас балдары. Сосын өзі күлдіріп отырады айналасын. Мен саған бір оқиғаны айтайын. Осында тұрғанда магазинге барады ғой. Универмаг болды ғой ол кездері. Соған барып аралап жүргенде бір орыс жігіт қолында шылтыңдаған пышағы бар. Бір қазақтың келіншегі ма деймін. Қыз емес бір келіншек. Соны қорқытып тұр екен. Ана ақшаңды маған бересің деп. Соң Әлекең үндемей барып жағын бас салады ғой. Соң екеуі алысып кетеді. Қолын таңып алған. Не болды десем, осындай болды деп. Ана қолын қайырып, милиция шақырып ұстатып жіберген. Ана қызды тонап алу керек қой. Сөйтіп жүрген адам ғой шамасы, қорықпай, тал түсті. Әлекең деген сондай адам болды. Нағыз батыр адам. Оны айтқан көп әңгімелері бар. Өзі мына Тереңөзекпен Жалағаштан шыққан тегі, осы аяқтан. Мен кезінде жаздым. Анаяқта шкаптың ішінде менің кітабым тұр. Сол кітабыма енген бұл кісі. Әлжан ата өмірінің соңында сізді қонаққа шақырып, сіз бір аманат арқалап қайтыпсыз. 94-95 жылдары. Ол не аманат еді? Документтері ғой. Жарыққа шығарып Соны папкаға салған, жинап маған берді. Сосын ана өз туралы жаздым. Сосын ол кітапқа енді. Алматыдан шықты кітап. Сборник қой енді. Сосын ананы қайтарып бердім. Маған берді. Мынау сенде тұрсын деп. Оны мен сақтармын жақсы. Менің көзім кеткесін қалай болады ол? Балдарында тұрған жақсы ғой. Сосын кейін апайға мен қайтарып бердім оны. Бірақ Әлекең оны білген жоқ. Мен қайтарып бергенімді. Өте интересный адам еді, қызық адам еді. Бала сияқты. Кішкентай нәрсеге сене қалады. Кішкентай болар болмас нәрсеге қуанады. Көрдің ба? Оның
неше түрлі жасаған ерліктері бар. Оның бәрін қамти алмайсың ғой, мен жаңағы шақтап жаздым. Әлжан Жалғасбаев деген облысқа белгілі адам болды ол. Бір соғыста 7 орденмен наградталған Қазақстанда жауынгер жоқ. Единственный Әлжан Жалғасбаев. Соның бір орденін, Ленин орденін жоғалтып алған. Ленин орденін алған нені простой жауынгерді естің бе өзің? Бұл үшін наградталған сонымен. Енді сол қалған ордендері бар шығар, ана несінде музейде тұрған шығар енді. Оның киімін дұрыс музей сақтау керек. Ондай Әлжан Жалғасбаевтай адамдар өте сирек. Мен талай участок войны адамдармен кездестім ғой, журналистік қызметі байланысты. Ана аудан, мына аудан, соның бәрінде болдым ғой. Сонда да осы Әлекеңдей адамды кездестірмедім мен. Осы күні кейбір шалдарды көрсетіп, омырауында 2 медаль, простой кәдімгі, басқа адам жоқ. Енді журналистер бас кімді көрсетеді, соларды көрсетеді ғой, көзі түрі. Қалғандар өліп кеткен. Баста өзі айтып жүрді, мен өзім қателестім деді. Педучилище бітірген ғой, сауатты. Неге военный училищеге шақырып тұрғанда бармаған ғой енді. Жас қой. 2 жас кәдімгі. Егер училищені бітіргенде, сосын кейін ол академияға барып түсіреді. Военный академия бар ғой. Ворошилов атындағы, Буденный атындағы тағы академиялар бар бізде Совет жағында. Соның біреуін бітіргенде оғысы генерал болатын еді. Осы военный деліге дайын туған адам бол. Енді ауылда сол Тасбөгетте 11-ші мектеп деген бол, сонда физкультураны жүргізіп, простой қызметте жүрді ғой, сонымен пенсияға шықты. Осы арада шығарып салдық қайтыс болғанда. Мына Тереңөзекте ағасы ма, інісі ма бір кісі тұрады екен. Сол келді. Туғандар, туысқандары келді. Мына балдары ол кезде жас енді. Енді қазір арты жаман емес. Немерелері бар, балдары бар. Сондай жақсы адамдар болды ғой қазақта. Соның біреуі осы Әлекең ғой. Кезінде Әлекеңді неге жаздық? Сырдария газетіне. Сырдария аудандық газеті ғой. Осы Қызылорданың газетіне жаздық. Кітапқа шығардық. О жағынан Әлекең жаман болған жоқ. Насихаттадық осыны. Ой, ана Тасбөгеттен бері қарай шыққанда автобус жоқ. Бір автобус па, 2 автобус па, ол қасқа сағат 6:30-да тоқтап қалады, жүрмейді. Сол кейде жұмыстан кеш шығамыз ғой. Сол Әлекеңе ереміз. Көтеміз бұлтылдап Әлекеңе еріп отырамыз ғой. Сонда жасы біразға келген адам ғой енді. Қайратты кісі. Жаңағы ерлігін айтсашы, универмитте сен сияқты кішкентай қыз ғой, я келіншек па, сауда жасайын деп қалтасында ақшасы бар. Жаңағы қорқытып тұр дейді, пышақ тақап. Көз шарп қалғанда бірден пышақ берген ғой. Сол қолын қанатып алыпты, пышақты алу керек қой. Сол қолын біразға дейін таңып жүрді. 8-ші жарақатын деп атаған екен ғой сол жарақатын. Иә, Майданда 7 жарақат алған екен. Дұрыс. Дұрыс. Соған мақала шықты. 8-ші жарақат деген. Иә. Сонда ерлігіне бейбіт өмірдегі ерлігі ғой енді. Иә. Батыр адам ғой. Ғажап адам деп баға беріпсіз естелігіңізде. Берген шығарып, иә. Ана кітапқа енді. Шуақты, қалай кітабыңыз Шуақты күндер ма? Иә, кітапқа енді. Иә, ең соңғы кітабыңыз. Ол мына память көңіл батыр ғой бірте-бірте уақыт өткен сайын. Өзі 10 кітап шығарыппын. Соның біреуінде тұр Әлекең жөнінде жазғаным. Бірақ онда жаңағы кітапқа ыңғайлап қысқартып берген. Өзім қысқартып бердім. Керек жерін алып. Орыс жазушысы, немесе журналисті жазған бұл кісі туралы. Сосын сіз аудардыңыз, е? Бұл кісі туралы жазған, е. Сосын осы Сырдария газетінде тағы біреу жазды. Бірақ оны жазған шұбалаңқы,
Бұл солдат адам ғой. Сен шұбараңқы жазғанды оқымайды. Бұған нақпа-нақ керек бұл кісіге. Ол кезде менің әйелім тірі. Кейде мені алып кетеді үйіне. Сондай, білмеймін, басқа да жігіттер бар ғой, олармен жұмысы жоқ, менімен жақсы болды. Ал Айжарық ата, онда сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Алла сізге зор денсаулық берсін, отбасыңызға амандық берсін. Сау болыңыз. Әлжан Жалғасбаевтың екі ерлігі айрықша аталады. Бірі Шауляй Дабеле түбіндегі шайқас. Сол ұрыста батарея командирі лейтенант Әлжан Жалғасбаев артиллериялық атыста үздік шеберлігі мен көзсіз ерлік үлгісін көрсетті. Қорғанысты бұзып кірген жау танкистерін кейін шегіндірген Әлжанның бөлімшесіндегі артиллерист атқыштарға Кеңес одағының батыр атағы берілсе, ардагерімізге бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені табысталыпты. Екіншісі Шығыс Пруссиядағы Кенигсберг қаласын алу шайқасы. Алғашында бұйрық бойынша Тильза түбіндегі 2746 метрлік асуды алулары керек болған. Сол ұрыста немістердің бір батареясын түгелімен басып алған Әлжан апанына шегінген жаудың өз снарядын өзіне жаудырған. Әлжан Жалғасбаев ұрыс қорытындысымен Ленин орденіне ұсынылған. Әлжан Жалғасбаев 7 орден, 11 медальдің, 7 сталиндік алғыстың иесі. Александр Невский ордені, 2 мәрте бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені, 2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені, 2 мәрте Қызыл жұлдыз ордені, жауынгерлік Қызыл ту ордені, за отвагу, за победу, за взятие Кенигсберга медальдарымен наградталған. Бейбітшілік заманда ұлы жеңістің 40 жылдығына орай бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен, 8 мерекелік медальмен марапатталған. Құрметті көрермен, Әлжан Жалғасбайұлы туралы сұхбат әрі қарай жалғасын табады. Бүгін біз сыр елінің білім саласында ұзақ жылдар бойы қызмет жасаған 30 жылдық өтілімі бар математика пәнінің мұғалімі Анна Ивановна Дронованың шаңырағындамыз. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Как начались ваши знакомства с Әлжаном Жалғасбаевым? Жалғасбаев Әлжан Кушенович был моим первым директором коллектива, в котором я поступила работать. Я поступила в такой коллектив, сплоченный, талантливый, и я считаю, что в этом заслуга Әлжана Кушеновича. Он так, наверное, тщательно отбирал себе учителей в этот коллектив. Все были образованные, все были спортсмены, такие красивые. И меня, молодую такую, приняли в этот коллектив. Я в этот коллектив вошла, просто вот опустилась головой туда. Хочется сказать о том, что в этом коллективе присутствовала такая хорошая атмосфера, в которой можно было работать. Я поступила туда математиком, окончив педагогический институт, и нигде не работая, вот я пришла в этот коллектив. И этот коллектив поверил в меня. Что вы думаете, молодая, еще неопытная. Я проработала математиком, и он мне сказал, что он берет меня еще в следующий учебный год физиком. Но я-то по специальности математик, и через некоторое время меня пригласили в этот же год меня пригласили математиком в другую вечернюю школу. Но я на протяжении всей своей жизни не бросала и не уходила из этого коллектива. Я всех поименно знала в этом коллективе. На протяжении 17 лет, которые я работала в другой вечерней школе, я дружила с этими преподавателями. Они ходили ко мне домой, я к ним. Мы, как говорят, дружили домами. Вот на
протяжении всей своей педагогической деятельности я была связана с Альжаном Кушеновичем. Потом нас судьба свела с его сыном. Его сын не пошел учиться в его школу вечернюю, а пришел в нашу. И как раз попал, что я была классным руководителем. Он, окончив школу, вот до сих пор не забывает меня. Мне уже 85 лет, ему 70, но он ежегодно приносит мне на День учителя громадный букет цветов и всегда отмечает, что я была в его жизни самым прекрасным учителем. Это гордость для меня, а для него, понимаете, я хочу сказать, что вот преемлемость поколений, что он делает для своего сейчас отца, это не надо мертвым, это надо живым, те, которых он сам воспитывает. Он не, теперь отец детей и дедушка внуков. У него внуков 6, ему нужно тоже показывать, как надо обращаться вот со стариками, вводить их. Ну, я хочу сказать о том, что прославлять то, что было у этого родителя. Что вы можете сказать о человеческих качествах Жалгазбаева, об деятельности об учительской? Понимаете, он каким был педагогом, каким он учителем? талантлив был. Ведь создавая вот такой коллектив педагогический на протяжении всей своей жизни, да, он не забывал и о воспитании своих детей. Он воспитал своего вот сына, достойного его, и который, вот приглашал он, вот Галамжан приглашал меня, когда была память 10 лет. Я тоже ходила, с аксакалами сидела, говорила тоже. Представляете, это было когда 10 лет? Это в 90-х еще годах. Но вот весь коллектив, вы вот спрашиваете о его достоинствах. Это и есть достоинство, что он воспитал свой так коллектив. Я не помню, чтобы он ходил на уроки, но он про всех все знал. Понимаете, ему было все интересно. Интересно, как коллектив развивается, что они могут сделать. Они были, я уже сказала, что были спортсменами, вели очень достойный образ жизни. Он был, конечно, организатором. Вот что он. Я знаю тех, ну сейчас они уже за 80 тоже, те, которые учились в этой вечерней школе и с благодарностью отмечали. Знаете, бывает, что директора не помнят, а это все директора помнили. Я говорю, что вот добивается сын преемственности отца, чтобы помнили его. Это заслуга теперь тоже его, что он воспитал так своих детей, что они заботятся о его вроде славе, а это ведь все бумерангом идет в свою семью. Что еще можете интересного сказать про Альжана Жалгазбаева? Какие интересные моменты, смешные моменты жизни? Знаете, я хочу только то одно сказать, что он был как прорицателем моей дальнейшей жизни. Вот по всей жизни я помню его слова. Я молодая была, неопытная, но он мне предложил, что я тебя, говорит, возьму физиком в следующем учебном году. Это же тоже как... И я теперь вот на протяжении всей своей жизни, понимаете, вот его пророческие слова,
все ко мне относились хорошо. Меня в этот же, вот как он предложил мне физиком стать, да, в этом же году меня пригласили в другую школу математиком. Но я по профессии математик, поэтому я туда пошла. Теперь, перейдя в другие школы, я тоже, ну, как будто меня вот он ведет. Бог ведет, и Он ведет меня туда. И все это было очень, понимаете, ну как предначерчено. Вот это моя судьба. Из одной школы, я всего их 3 школы меняла, но из одной школы в другую я все время помнила его слова. Понимаете, это же очень, это благодать. Ну, а теперь только хочется пожелать, чтобы память о нем была хорошая, и все его дети жили хорошо и помнили о том, что у них был такой дедушка, прадедушка, очень, он был и красивый, он был и талантливый, он был и вот к семье очень хорошо относился. По всей жизни это же все. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Спасибо вам, Анна Ивановна. Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья вам и благополучия в семье. Спасибо. Жылдар жылжыған сайын жеңістің салмағы ауырлай түсетіні анық. Кешегі сарбаздардың, қаруластардың саны жыл санап азайып бара жатыр. Осындай қазыналы қарттардың ерлігі мен өжеттілігі, жүріп өткен өнегелі жолы қазіргі таңда ұрпақ тәрбиелеуде таптырмас ұлағат екені даусыз. Ұрпақтар сабақтастығын ерлікпен байланыстырып, ардагерге құрмет, ұстазға ұлағат көрсете білген мектептердің бірі қаламыздағы нөмірі 11-ші мектеп лицейі. Дәл осы мектепте біздің бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері Әлжан Жалғасбаев дәріс беріп, қара домалақ балаларға тәрбие беріп, білім нәрімен сусындатқан. Қандай жолдардан өтті, қанша майдан кешіп, қанша жолдың сергелдеңіне түсті десеңізші. Смоленск, Беларусь, Латвия, Литваны түгел шарлады десе болар. 1,5 жылда теміржол үшін болған ұрыстарға қатысып, үлкен де кіші өзендердің 15-нен жанталасқан шайқаспен өтті. Бекінісі күшті жау шебін жарып өту жорығын 12 рет бастан кешіп, 100-ден аса қансонақта шабуылды тойтарысты. Ал осынша қаза-батқа тек ерлердің ерлері ғана төзе алды. Бүгінгі ұрпақ аға буын ардагерлер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып бой түзейді. Өз тарихын, өз халқының ерлік жолын білмесе, өз елін сүйетін патриоттарды тәрбиелеп шығару мүмкін емес. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында мектебіміздегі алғашқы әскери дайындық кабинетіне соғыс ардагері Жалғасбаев Әлжан Көшенұлының есімі беріліп, ол кісінің ескерткіш бюст мүсіні қойылды. Ол кісі туралы фотодеректермен жабдықталған стенділер жасалып, сол кісінің ұрпақтарының көмегімен кабинет толықтай дерлік материалдық жағынан жасақталып, барлық қажетті материалдық жағдайлармен толықтырылды. Ол кісі туралы мектебіміздегі қазіргі осы таңда жұмыс істеп жүрген көптеген мұғалімдер айта алады. Сол кісінің шәкірттері, ол кісінің өз ісінің шын мәніндегі майталманы болғандығын, өте төзімді, өте талапшыл, ақиқатты сүйетін, еңбекқор кісі болғандығы туралы ілтипатпен еске алады. Қайсар мінезді болған екен. Тұлға бойы ерлікке толы, үнемі оқушыларды өз отанын сүюге, жауапкершілікке, ынтымаққа, сондай тәрбиелі өзінің сөздерімен әрдайымда шақырып отыратын болған деседі. Және өте тәлімі бөлек кісі болған еді деп еске алатын да оқушылар бар. Майдангер ұстаз Жалғасбаев Әлжан Көшенұлын еске түсіру турнирлерін жыл сайын өткізіп тұрамыз. Ол кісінің ерлікке толы істері жайлы, өмірбаяны жайлы
мектебіміздегі кештерде, тәрбиелік сағаттарда үнемі насихатталады. Бұл кісінің соғыс кезіндегі көрсеткен ерліктерімен қатар, бейбіт өмірде де көрсеткен ерліктері бар. Олар туралы да оқушыларға үнемі тағылымды, тәрбиелі әңгімелер жүргізіп отырамыз. 75 жыл толғалы отырған ұлы жеңіс тарихымызға неғұрлым тереңдей еніп алыстаған сайын, оның ұлылығы мен маңызы артып келеді. Біз мақтанамыз. Әлжан ата майданда жеңісті жақындатқан біздің мектебіміздің батыры. Бейбіт өмірде де ұлағатты ұстаз, парасатты жан болған атаның жарқын бейнесі біздің мәңгі жүрегімізде. 2016 жылы Қызылорда қаласына қарасты Тасбөгет кентінің жаңа көшелерінің бірі соғыс және еңбек ардагері Әлжан Жалғасбаевқа берілген екен. Орынды әрі құптарлық іс. Даңғыл көше Тасбөгет кентіндегі талай қазақтың қара домалақ баласына білім беріп, ұлттық рухта тәрбиелеген соғыс және еңбек ардагері Әлжан Жалғасбаев атына берілмесе, кімге беріледі? Бұл елі үшін аянбай күрескен, өмірі өнегеге толы, ардақты ерге көрсетілген лайықты құрмет. Алланың жазуымен 1995 жылы 75 жасында дүние салған соғыс ардагері Әлжан Жалғасбаев қазір тірі болғанда 100 жасқа, оның аяулы жары Тәжібаева Қалантай Ешшанқызы 95 жасқа келер еді. Қазіргі таңда Жалғасбаевтар отбасы бір қауым ел. Әлжан мен Қалантайдан өрбіген 4 ұл мен 2 қыздан 15 немере, 22 шөбере бар. Адам ұрпағымен мың жасайды деген осы. Елінің даңқын еселеген жауынгер Әлжан Жалғасбаевтың рухы жылдар өткен сайын жаңғыра, асқақтай береді. Себебі соңында оны іздейтін, рухы алдында бас иетін, тағзым ететін, ерлігін ұмытпайтын ұрпақтары бар. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды. Мол, тәрбиелі адам кез келген мемлекеттің байлығы, әлеуметтік өмірдегі бейбітшілік пен мәдениеттіліктің кепілі. 75 жыл толған ұлы жеңіс тарихымызға неғұрлым тереңдей еніп, алыстаған сайын оның ұлылығы мен маңызы артып келеді. Бүгінгі ұрпақ, яғни біздің алдымыздағы міндет ұлы жеңістің мұраттарына адал болып, аянбай еңбек ету.